Құрметті көрермендерім, бүгін мен іс-сапарға бірге баратын, іс-сапар емес ау, демалуға бірге баратын бір азаматты іздеп отырмын. Дубайға ұшайын деп, осыдан март айында жаңағы төлеп қойғам екі адамға. Яғни менімен бірге барып демалатын ер жігіт іздеп отырмын. Жасы 30-35-40 шамалығында, жаңағы семьясы болмау керек, ажырасқан болса бола береді. Бойлары ұзын, арық, ондай жігіттер тағы керек емес. Бойлары араса, арық жігіттер тағы керек емес. Бірде 70-75, бет десе беті бар, авторитет десе авторитеті бар жігіт керек. Мынау турагенттерге барсақ, шекесіне шертіп жүріп алатындар бар екен. Бірақ олардың біреуі де қазақша сөйлемейді екен. Мен қазақтың қызы, шешем орыс болса да, кәдімгі сол жерге барып 12 күн демалсам да, жанымда қазақша сөйлеп жүретін ер азамат керек. Одан бұлай, жаңағы 12 күні, яғни менімен бірге демалыста мені ертіп жүргеніне ол бесплатно. Ал енді келісім шарт бойынша $3000, жаңағы баратыннан 1-2 күн бұрын $1,500 алдын ала беріледі. Онен кейін қалған $1,500 келгеннен кейін алады. Яғни келісім шарт бойынша барады. Если сондай баратын адамдар болатын болса, жаңағы комментарияға жазып, кездесіп сөйлесуімізге болады. Өйткені ұшаққа 15 августта отыруымыз керек. Яғни август айынан 12 күндікке барамыз. Осында ер азаматтар, яғни жаңағы демалысқа сопровождать етеді дейді ғой, яғни сопровождать ететін ер адамдар шықса, комментарияға хабарласуларыңызды сұраймын. Алдын ала көп рахмет. Жаңағы бірге барып, бірге демалып қайтайық, ер азаматтарым.